құрметті аудан тұрғындары мен қонақтары, яғни 26 маусым халықаралық нашақорлыққа қарсы күрес күніне орай қазіргі таңда Шалқар ауданында жастар ресурсының орталығы мен полиция қызметкерлерімен біріккен түрде жастардың салауатты өмірін салтын насихаттау, спортты дамыту мақсатында жастар арасында волейболдан турнир өткізіліп жатыр. Турнирдің басты мақсаты өзіміздің спортты көтеру және жастардың ауызбіршілігін қалыптастыру. Қайырлы күн жастар. Мен Жолдыбаев Евнур Асқарқызы. Бүгін өтіп жатқан Жасыл ел жасақшыларының арасында өтіп жатқан волейбол спортына командалардың барлығына сәттілік тілеймін. Және де ұйымдастырушыларға көп рахмет. Саламатсыздар ма? Мен Жолдыбаев Ерланова. 26 маусым нашақорлыққа қарсы күрес күніне орай Жасыл ел еңбек жасағының сарбаздарының арасында волейболдан жарыс өтуде. Ұйымдастырушыларға рахмет. Жарыс өте тартысты өтуде. Барша қатысып жатқан командаларға сәттілік.